Мауреннахрды жаулап алуға ұмтылған һәм регионымыздың құдіретлі хүкімдарлар қатарынан орын алған Мұхаммед Шайбани хан кім еді? Ол қалайынша Дешті қыпшақлы өзбек қауымлерін бірлестірді һәм Тимурилердің құдіретлі мемлекетін қалай құлатты? Тан алу керек, бұл жүдә қызық һәм тарихи көзқарастан да ахметлі тема. Сонда айтып өту керек, Шайбани ханның әрбір жүрісі тек қана жауынгер стратегия емес, ал дипломатиялық көзқарастан да толықтырылған еді. Бірақ ол қалайынша Тимурилер мемлекеті сияқлы ұлы мемлекетті бойсындыра алды. Оны кімлер қоллап қуатлады. Сондай-ақ ол Мауреннахр сияқлы күш құдіретке ие мемлекетті қалай жаратты? Бүгінгі темамыз кең көлемлі сауашлар, қияниетлер һәм сияси ойынларға толы болады. Айтқанша видео басынан ақ каналымызға ағза болуды ұмытпаң. Даяр болсаңыз, біз баслаймыз. 15 ғасырда Дешті қыпшақта Жожа әулетлері тарапынан бірнеше мемлекетлер түзілді. Солардың ішінде Жожының 5-ші баласы болған Шайбан әулетлері ұлысты қайта тікілеу үшін күрес баслады. Алдын ала бұл ұлыстың географиялық орнын анық шекаралап көрсету біраз қиынырақ. Себебі Жожының өз ұлларына бөліп берген бұл ұлыслары өзара ұрыстар нәтижесінде өзгеріп тұрған. Сондай болса да, Абдулғазы Бахадыр хан өзінің Чаджарай түрк шығармасында Жожының баласы Шайбан жазда Урал тауларының етеклері, Табол, Жазық, Илек, Ирғыз дарияларының орта ағымларында, сондай-ақ қыс маусымында болса Арал теңізі, Чайсу, Сарсу дарияларының бойында көшіп жүрген дейді. Шайбанның бұл ұлысты кімнен алғанлығы хақында 13-14 ғасыр деректерінде анық мағлұматлар болмаса да, Махмуд ибн Уали Шайбан бұл ұлысты 1238 жылы Бату ханнан алғанлығын жазады. Осы автордың хабар беруінше, Шайбаннан кейін бұл ұлысты Бахадыр хан, Джоджо Боқо, Бадақул, Тимур һәм Полатлар ізбе-із хүкімдарлық еткен. Бұл хүкімдарлардан бірі Жұмадық ханның ұлысы Арал теңізінің арқасында Сарысу һәм Эмба дарияларының орта ағымындағы жерлерде болған. 1425 жылы Шайбан ұлысы хүкімдары Дәулет Шайх қайтыс болғаннан кейін оның жасы жетпеген баласы Абылхайыр хан, яғни Шайбани ханның бабасы тақтқа отырғызылған. Бірақ таж-тахт үшін күрес күшейіп, сол жылдың өзінде ақ Абылхайыр хан тақтан түсіріліп, хакимиятты дәслеп Ақ Софи. Кейінірек болса, сол жылдың өзінде оның баласы Жұмадық хан иелейді. Нәтижеде Шайбан ұлысында сияси күреслер күшейіп, бірнеше майда бөлеклерге бөлініп кеткен. Сондай күреслердің бірінде Жұмадық хан маңғытлардан жеңілген һәм тұтқынға алынып өлтірілген. Жұмадық хан әскерлері құрамында болған жас Абылхайыр хан да тұтқынға алынған. Бірақ Сары Осман атлы маңғыт жолбасшыларының бірінің қауендерлігіменен тұтқынлықтан азат етіліп, өз жұртына қайтарып жіберілген. Бір топар түркі рулары Қият, Маңғыт, Дормон, Құшшы, Отаршы, Найман, Таймас, Жот, Қытай, Қалық, Осун, Құрловут, Ешкі, Танғут, Мың, Қоңырат рулары һәм ірідін уламалары Шыңғыси сұлтанлар бірлесіп 1428 жылда Абылхайыр ханды хан деп жариялайды. 1428 жылдың күзінде Абылхайыр хан басшылығындағы өзбеклер Қобла батыс Сибирдегі Тура қаласын иелейді. Бұл жерде Абылхайыр хан атына хотба оқылып, пұл басып шығарылған. Тура қаласы 1146 жылға шекем Абылхайыр хан түзген жаңа мемлекеттің пайтақты болып қалды. Абылхайыр хан Шахрухтың өлімінен кейін Ұлықбектің мемлекетте жоқлығынан пайдаланып, 1447 жылда Самархан һәм Бұхара атрапларына әскери жүріс жүргізеді. Һәм олжа менен Дешті қыпшаққа қайтып келеді. Бұл хүкімдардың Тимурилер жерлеріне нәубеттегі кіріп келуі 1451 жылда жүз береді. Бұған Тимуризадалар арасында тақт үшін күрес қызған уақытта Тимури Абу Саидтің жәрдем сорап Абылхайыр ханға жіберген мұражаты
себеп болады. Ақбетте Мауреннахрға келген Әбілқайыр хан династия арасындағы тақт үшін күреске Әбу Саид тарапында тұрып, оның басқа Тимури шахзада Абдулла мырза үстінен жеңіске ерісуінде жәрдем береді. Бұл қызметтер үшін Дешті қыпшақлық бұл үкімдар Тимуризада Әбу Саид тарапынан сахилық пенен сыйлықланады. Ол Деште үлкен сыйлықлар һәм оған берілген мырза Ұлықбектің Робия Сұлтанбегім атлы қызы менен қайтып кетеді. Әбілқайыр хан кейінгі әскерлігі дауымында да Мауреннахр жұмысларына араласуын тоқтатқан жоқ. Ол Тимуризада Мұхаммед Жоқиге Түркістан, Сайрам, Ташкент, Ақскент, Шахрухяны иелеуінде әскери жәрдем көрсеткен. Ол Хорезм үшін Әбу Саидқа қарсы күреске кірген Сұлтан Хусайынға да жәрдем қолын созды. Хандемирдің жазуына қарағанда, Сұлтан Хусайын Хорасан тақты үшін күреске екінші мәрте Әбілқайыр ханнан жәрдем сұрамақшы болып адам жіберген уақытта хан қайтыс болған еді. Келтірілген бұл мағлұматлар Мауреннахр саяси тұрмысына Дешті қыпшақлық hukmron dinastiya vakillarining asyaxonlik bilan kirib keluvi ham ularning pozitsiyasining bekemlenu prosesi yuz berganligini көрсетеді. Бұл екі династия арасында тек саяси қарама-қарсылық hukm сүріп қоймастан, бәлкі белгілі бір ағайыншылық байланыстар да жолға қойылған. Har екі мемлекеттің hukmdar табақалары бір-бірімен құда болуға ұмтылған. Атап айтқанда, көшпелі Тимури шахзадалар Дешті қыпшақтан келін алған болса, айрым Тимури маликалар да ол жерге келін болып түскен. Бұны төмендегі бір қатар мысалларда көру мүмкін. Мысалы, Еле Мұхаммед Шайбани һәм Бабур сияси майданға келмей тұрып, 15 ғасырдың орталарында Әбу Саид мырза һәм Дешті қыпшақ ханы Әбілқайыр хан арасындағы ауқамға қарай мырза Ұлықбектің қызы Рабия Сұлтанбегім Әбілқайыр ханға тұрмысқа берілген. Һәмде олардан туылған ұллар Көшкінші хан және оның әулетлары 1578 жылға шейін Самарқан және оның атрапларында hukmdarlik еткен болса, екінші баласы Сүйінші қожаның әулетлары 1583 жылға шейін Ташкентте hukmdarlik еткен. Рабия Сұлтанбегім Әбілқайыр арасында ең ардақлы маликалардан бірі болған һәм хан қайтыс болғаннан кейін және 17 жыл өмір сүріп, 1485 жыл дүниеден өткен. Оның құрметіне Түркістанда Ахмет Яссауи мақбарасы жанында саулатлы мақбара құрылған. Құлласы Әбілқайыр ханның өлімінен кейін династияның ішіндегі күресілер оны хәлсіреткеніне қарамастан, бұл hukmdардың ақлығы Шайбани хан дәуірінде Шайбанилар және Мауреннахрды алу үшін күшке ерісті. Шайбани ханның Мауреннахрды қолға кіргізуінде жергілікті хамелдарлар һәм саяси топар уәкіллері ахметлі рөл ойнады. Олар қыпшақлы hukmdардың жедел харекетлері һәм күш құдіретін көріп, бірнеше мәрте ол тарапқа өтіп кетті. Олар тарапынан Мұхаммед Шайбани ханға Мауреннахр һәм Түркістан қалалары өз ықтиярларымен тапсырылды. Деректерде жазылуынша, Сабран уәлаятындағы хамелдарлар һәм хасылзадалар тап сол тәрізде харекет еткен еді. Олар қатарына үзліксіз түрде қоңсылас мүлклер жұмысларына араласып тұрушы Ташкент hukmdары Махмуд ханды да кіргізу мүмкін. Айне ол Мұхаммед Шайбани ханды Тимурилер жерлеріне hüjümінде қоллап қуатлады һәм оған отырарды берді. Махмуд хан 1498 жылда 5000 адамлық әскерменен Самарқандты өзіне бойсындыруға харекет етіп көрген. Бірақ арқадан Шайбани хан кетірғанынан хабар тапқаннан соң артқа шегінген. 1500 жылы болса, ол Шайбани хан тарапынан Самарқандтың жаулап алынуында белсене қатнасқан. Бұл дәуірдің көплеген тарихшылары Дешті қыпшақлық хан Самарқан һәм Бұхараны айне Ташкент hukmdarlarының әскери жәрдемінде қолға кіргізгенлігін ескертіп өтеді. Бірақ Шайбани ханның артып баратырған құдіреті Махмуд ханды және Тимурилер тарапқа өтуіне алып келген. Шайбани хан болса өз hukmronлығын бекемлегенге шекем, саяси тараптан һәм экономикалық тараптан абырайлы, сондай-ақ экономикалық тараптан құдіретлі болған жергілікті әмірлер менен байланыстарын бекемлеуге харекет еткен. Ол тарапынан Тимурилер мемлекетін қолға кіргізуде зәрурлі орын тұтқан және бір фактор бұл көпшілік тәжірибе еді. Әдетте жоғарыда Әбілқайыр хан мысалында бақыланғаны сияқлы hukmdar ұрыслар ішкі дауларды сапластыруда өз әскерін жалланба күшлер, атап айтқанда Дешті қыпшақлық әскерлер менен толтыруға харекет еткен. Олар құрамында Мұхаммед Шайбани хан да қатнасқан. Мауреннахр халқының жоғары қатламы менен таныс болуы, аймақ хақында белгілі бір пікірге ие болуы, оған Тимурилер мемлекетін қолға кіргізуде
қол келген. Мұхаммед Шайбани хан басшылығындағы көшпелі өзбеклер 16 ғасырдың басларында Мауреннахр һәм Хорасанды елеп, Тимури шахзадалар хукмранлығына шек қойды және бұл үлкен аймақта өздерінің орайласқан мемлекетіне тикар салды. Бұл мемлекет пайтақты алдын Самарқанд болған болса, 16 ғасырдың орталарынан баслап Бұхараға көшіріледі. 16 ғасыр дауымында бүткіл хакимиятты өз қолында сақлап келген Шайбанилер династиясы хукмранлығы өзбек мемлекетшілігі тарихында үлкен ахметке ие болып, тап сол дәуірде өзбек халқының этник қалыптасуындегі үшінші дәуір басланды. Дешті қыпшақлық өзбеклер Мауреннахр һәм Хорасандағы жергілікті түрки халық өзінің әзери ағайынлеріменен қосылып кетті һәм оларға өз атын берді. Жожының 5-ші баласы Шайбан нәсілінен болған Мұхаммед Шайбани хан 1451 жылда Абылхайыр ханның үлкен ұлы Шахбудақ сұлтанның шаңырағында туылған. Шахбудақ сұлтан 2 перзент көрген. Бірі Мұхаммед Шайбани және біреуі Махмуд сұлтан еді. Мұхаммед Шайбани хан әкесі Шахбудақ һәм анасы Қазбегімлерден ерте жетім қалғаннан кейін оған алдын Қорашабек, кейіннен Түркістан һәм отырар хакімі Мұхаммед Мазид Тарханлар қауындерлік еткен. Кейіншелі аға іні Мұхаммед һәм Махмудлар Бұхарада жасаған. Бұхарада олар білім алды, поэзия һәм әдебиятқа қызықты. Деректерде Мұхаммед Шахбахт Шайбани хан талантлы шайыр һәм әскер басшы, заманның оқымыслы һәм білімлі адамларынан бірі болғанлығы айтылады. Ол бірқатар лақаплар менен қосқылар жазған. Шайбани хан бірқанша уақыт Бұхара хакімі Дарвиш Мұхаммед Тархан жанында қызметте болған. Абылхайыр ханның өлімінен кейін кризиске ұшыраған бұл мемлекет 15 ғасырдың 80-ші жылларында Мұхаммед Шайбани хан тарапынан қайта тікленді. Шайбани ханның үкімет басына келуінде Мауреннахр әмірлерінен алынған жәрдем де үлкен ахметке ие болған. Қазіргі Қазақстанның үлкен бөлегі, Құбла, Батыс Сибир һәм Харисімнің бір бөлегін өз ішіне алған бұл мемлекет пенен Тимурилер мемлекет арасында өзара экономикалық һәм саяси байланыстар бар еді. Тимури шахзадалардың көбісі Таж-Тахт үшін күресте көшпелі өзбеклерден материаллық һәм әскери жәрдем алып тұрғанлығы тарихи деректерде келтірілген. Көшпелі өзбеклер хан ретінде хакимиятты қолға алған Шайбани хан тез арада тәжірибелі мемлекет басшысы һәм әскер басы екенлігін көрсетті. 15 ғасырдың 90-шы жылларында Мауреннахрдың орайлық уәлаятлары, сондай-ақ өзара күреслер һәм ішкі даулар себеплі әлсіреп бара тұрған Тимурилер мемлекет аймақларына хүжімлер басылады. Бұл дәуірде болса, Мауреннахрдағы Тимурилер салтанаты әмелде ғаресіз басқарылатығын кіші уәлаятларға бөлінген еді. Әсіресе 1494 жылда Самарқан хүкімдары Сұлтан Ахмет мырзаның өлімінен кейін Тимури шахзадалар арасында өзара келіспеушілік күшейіп, мемлекетте өз басымшалық һәм көп хакимиятшылық жүзеге келді. Бұнан пайдаланбақшы болған Шайбани хан 1497 жылда Мауреннахрға өзінің дәслепкі жүріслерін баслады. Ол үлкен күшпенен Самарқандқа хүжім жасады, бірақ қолға кіргізе алмады. Дегенменен жолда ұшыраған қала һәм ауылдарды талап, үлкен олжа менен Түркістанға қайтып кетті. Тимури шахзадалар Байсұңғыр мырза һәм Сұлтан Алилер ортасындағы Самарқан тақты үшін болған ұрыслардан пайдаланған Андижан хакімі Захириддин Мұхаммед Бабур 1497 жылда Тимурилер пайтақты Самарқан қаласын иелейді. Бірақ қысқа уақыт, яғни 100 күн хүкімдарлықтан кейін және Андижанға қайтып кетуге мәжбүр болады. Самарқан тақтына Тимури шахзада қаршы хакімі Сұлтан Али отырады. Тимурилердің бұл келіспеушіліктерін диққатпенен күзетіп тұрған Шайбани хан 1499 жылда үлкен күшпенен және Самарқандты қамал етеді. Бұхара хакімі Бақыт Арханның 10 000 адамлық әскеріменен самарқандлықтарға жәрдем келтіргенінен хабар тапқан Шайбани хан қамалды тоқтатып оған қарсы шығады. Самарқан һәм Бұхара аралығында жайласқан Дабусия қорғанын қорғап тұрған Бақыт Архан әскеріменен болған қысқа ұрыстан кейін оның әскерлері қорғаусыз қалған Бұхараға жүріс қылып, қаланы сауашсыз иелейді. Бақыт Архан Самарқанд һәм Бұхараның бірлескен әскерлеріне бас болып, Бұхараға қайтады.
Шайбани ханның інісі Сұлтан Махмуд басшылығындағы сайланған өзбек әскерлеріменен Бұхара босағасында болған сауашта жеңіліп, Қаршы қаласына шегінеді. Бабур Амир Темурдың үшінші баласы Мираншах нәсілінен болса, ана тарептен Тұғлұқ Темурханның баласы Қыдыр Қожахан әулады еді. Бұл уақиғаларды күзетіп тұрған һәм Темури хүкімдарлар үшін қауіп пайда болғанлығын аңлаған Бабур мырза 1500 жылда өз әскері менен және Темурилер пайтақты Самархандты қамал етеді. Қала хакімі Сұлтан Али өзінің айрым хамелдарлары тақтын Бабур мырзаға тапсыру үшін жасырын харекетлер алып барлығанлығынан хабар тауып, Шайбани хан менен өзара сөйлесулер алып баруға мәжбүр болады. Олар арасындағы келісімге бола Шайбани хан Сұлтан Алидің анасына үйленеді һәм Самарханд қаласында сауашсыз қолға кіртеді. Тез арада Қаршы һәм Гүзар қалалары да Шайбанилер тарапынан басып алынады. Самарханд қаласы ақсүйектерінің белгілі бір бөлігі Темурилер хүкімдарлығын қайта тікілеу тариптары еді. Олар Ферғана хүкімдары Захириддин Мұхаммед Бабурға хат жіберіп, Самархандты басып алуға шақырады. Бабур әскерлеріменен Самархандқа жетіп келгеннен кейін оған қарсы шығып, қала дарвазалары ашып беріледі. Шайбани ханның қала қорғаны үшін қалдырған 500-ге жақын әскері қырып тасланады. Шайбани хан Бұхараға шегінеді. Қысқа уақыт ішінде Самархандтың барлық районлары, Қаршы һәм Гүзар қалаларында Бабур хүкімранлығы хақында айтып өтіледі. Бірақ қалада азық-ауқат резервлері таусылып, ашаршылық басланған еді. Бұнан хабар тапқан Шайбани хан үлкен күшпенен тағы Самархандқа жүріс баслады. 1501 жылы апрель айында Заравшан жанындағы Сарпул ауылында Бабур һәм Шайбани арасындағы ұрыста Бабур жеңіліске ұшырайды. Бабур бұл сауаштағы жеңілістің тек арғы себебін жәрдемші моңғол әскерлерінің қияниетлерінде көрсе де, бұннан басқа себеплерде бар екенлігін бекарлап болмайды. Бұлардың біріншісі Бабурдың мұнаджимлер болжауына құлақ салып қою менен түсіндіріледі. Гап сонда har екі тарап 5-6 күн дауымында бір-бірінің алдында сауашсыз жағдайда тұрған һәм түрлі әскери тактикалар режесі менен бәнд болған. Бабур болса көзабаға сауашты кешіктіруге әрекет еткен. Бұған себеп Хираттан Сұлтан Хусейн мырза тарапынан жіберілген Канбар Али басшылығындағы 2000 атрапындағы жәрдемші күшлер кешке жетіп келген болып, 2 күнде Бабурға келіп қосылуы керек еді. Бабурдың дайсы Сұлтан Махмудтың Сейд Мұхаммед басшылығында жіберген 1500 атрапындағы жәрдемші күшлері де ертесі күні таңда жетіп келуі керек еді. Сондай жағдайда мәселеге болжаушылар араласып, сол күнде 8 жұлдыз аралықта тұрғанлығын, егер бір күн өтсе, имканият бай беріліп, кейіннен 2 апта дауымында 8 жұлдыз дұшпанның арқасында болуы. Сол себептен жұлдызлардың айне жағдайы кешіктірмей сауашқа кіру һәм жеңуі керектігін аңлатқанын болжап, Бабурды жәрдемші күшлерді күтпестен сауашқа кіруге шақырған. Екінші себеп болса Бабурдың әскери стратегиядағы қатесі һәм Мұхаммед Шайбанидің бұған байланысты үстемлігі көрінеді. Сауаш алдынан Бабур әскерлерді әдеттегі сияқлы сапқа дізіп, ең жақсы әскер басшылары, жақын жәрдемшілері һәм шебер жауынгерлерді әскерлер құрамын алдыңғы қатарында барушы бөлегіне жайластырды. Шайбани хан болса әскерлер құрамы қанатларында тәжірибелі әскер басшылар Махмуд Сұлтан, Хамза Сұлтан һәм Махди Сұлтан басшылығындағы күшлі атлық бөлімлерді жайластырған. Сауаш баслануыменен Шайбани ханның қанат бөлімлері Бабур әскерлерінің бұранғар һәм жауанғар артқа сүріп тастап, орай бөлегінің артынан жарып кірген. Нәтижеде әскердің Чиндовул, яғни арқа бөлім, Аегард бөлегінде тұрған Бабур тек арғы бөлектен ажыралып қалған һәм қоршауға түсіп қалмау үшін шегінуге мәжбүр болған. Бабур бұл сауашта іскерлігіндегі ең ірі һәм ауыр жеңіліске ұшыраған. Бабур Самархандқа шегінеді. Қала және қамалға алынып, ол 4 айдан көбірек дауам етеді. Қамалда қалған қала халқының ашлықтан діңкесі құриды. Әләшіз қалған Бабур 1501 жылдың 2-ші ярымында Самархандты тәрк етіп, Ташкентке дайсы Махмуд ханның алдына кетеді. 2-ші мәрте Шайбани хан Самархандты иелейді. Заравшан һәм Қашқадария оазислері Шайбани ханның қол астына өтеді. Шайбани хан бұл жеңістен кейін Мауреннахр һәм Хорасанның түрлі уалаятларын қолға кіргізу үшін бірнеше бағдарларда жүріслер алып барды. Бұл вазипаны орынлауда оған тәжірибелі әскербасылар Махмуд Сұлтан, Убайдулла Сұлтан, Хамза Сұлтан, Көшкінші хан һәм Сүйінші қожалар үлкен рөл ойнайды.
1501-1502 жылларда Махмуд Сұлтан басшылығындағы әскерлер Жиззах, Оратөбе, Шаш, Шахрухия, Сайрам сияқлы қала һәм қорғанларды иелейді. Тимурилер арасындағы династиялық ұрыслар кейінірек Шайбани хан әскерлерін қолдап қуатлауда Ташкент мүлкі ақсүйеклері үлкен рөл ойнады. 1485 жылда Ташкенттегі хакимиятты атақлы діни ғайраткер Қожа Ахрар жәрдемінде Юнусахон иелеген болса, оның өлімінен кейін баласы Махмуд хан Ташкент тақтын иелеген еді. Шайбани хан 1503 жылдың бахарінде Тикарға әскерлері менен Ташкент хакімі Махмуд хан және оның үкесі Ферғана хакімі Ахмед халларға қарсы жүріс қылып, Ташкент уалаятындағы Шахрухия һәм басқа да көплеген қорғанларды басып алуға ерседі. Ташкентке бекем орналасып алған Шайбани хан әскерлерінің үлкен бөлігі оның інісі Махмуд Сұлтан басшылығында Хорезмге жүріс баслады. Кат һәм балдумсыз қорғанларын иелеген Махмуд Сұлтан бұл аймақлардағы бір бөлім халықты мәжбүрлеп Бұхараға көшіруге бұйрық береді. Шайбани хан 1503 жылдың ақырында Махмуд Сұлтан басшылығындағы әскерлерді Хорезмді иелеу үшін жібереді. Бұл дәслепкі жүріс уақытында Хорезмнің бір бөлегі, атап айтқанда Кат қорғаны иеленеді. Бірақ Шайбани хан Хиссар уалаятына жүріс қылу үшін барлық күшілерін жинап атырғанлығы себеплі Махмуд Сұлтан үлкен олжа менен Бұхараға қайтады. Хорезмді бүткіллей иелеу үшін 1504 жылда Шайбани хан екінші мәрте әскери жүріс жүргізді. 1505 жылдың жазында 10 айлық қамалдан кейін Үргенч қаласы иеленеді. 1504 жылда Шайбани хан Хиссар уалаятын басып алады. Хиссар хакімі Хисраушах үлкен әскери күшке ие болса да, Шайбани ханға қарсылық көрсете алмады. Құндыз, Талхан, Бадахшан һәм Балх басып алынды. Бұл әскери жүріслерде қатынасқан ләшкер басы Шайбани ханның інісі Махмуд Сұлтан 1504 жылда Құндызда кеселдіктен қайтыс болады. 1504 жылда Балх қаласын хамал етіп тұрған Шайбани хан қазақ сұлтанларының Мауреннахрға хүжім еткенін естіп, артқа қайтады һәм Дешті қыпшаққа жүріс қылады. Бұл уақытта қазақ сұлтанлары шегінген болса да, 1506 жылға келіп Шайбани ханның Хорасандалығынан пайдаланып және Мауреннахрға хүжім етеді. Шайбани хан оларды және Дешті қыпшаққа шекем қуып барады. Бірақ қазақ сұлтанларының хүжімі 1508 жылда және тәкрарланады. Бұл уақытта Шайбани хан Кандахар һәм Заминдарова уалаятларын басып алып, Кабулда тұрған Бабур менен сауашқа күш топлап атырған еді. Қазақ сұлтанлары Ахмет һәм Жаниш сұлтанлар Бұхара һәмде Самарқандты талап үлкен олжа менен қайтып кетеді. Шайбани хан 1509 жылда Дешті қыпшаққа жүріс қылады һәм Жаниш сұлтанның жұрты Қара Абдалды иелейді. Бұрындық хан һәм Қасым сұлтан Дешті қыпшақтың ішіне шегінді. Шайбани хан оларды бүткіллей басып ала алмады. Сығнақ, Яси, Сайран қалалары қайта қолға кіргізілді. Мауреннахрдың орайына шекем орналасып алған Шайбани хан Хорасанды жаулап алуға кіріседі. 1506 жылда Сұлтан Хусейн мырза қайтыс болғаннан кейін Хират тақтына екі шахзада Музафар һәм Баддуй-Заман отырғызылды. Темури шахзадалардың келісіп харекет ете алмағанлығы һәм әскери тараптан ұқыпсызлығынан пайдаланған Шайбани хан Балх қаласын иелейді. 1507 жылда Хират қаласы қолға алынғаннан кейін бүткіл Хорасан Шайбанилер мемлекетіне қосып алынды. Нәтижеде Сарапшан бойындағы Сарыпыл сауашы менен Мауреннахр иеленген болса, 1507 жылы Хират қорғаны қасындағы Марал аймағында болған сауаш менен Хорасан Шайбанилер мемлекеті құрамына кірді. Мұхаммед Шайбани тарапынан Мауреннахр һәм Хорасанның қысқа мүддетте иеленуі және бұл аймақта оған қарсы тұра алатұғын мүнәсіп қарсыластың дерлік жоқ екенлігінің Тикарға себебі сонда 15 ғасыр ақырында Темурилер хүкімдарларының ізбе-із қайтыс болуы. Олардың орнын иелеген жас хүкімдарларда әскери саяси тәжірибенің жетіспегенлігі, олардың елі бекем хүкімет дүзе алмағанлығы һәмде бір-біріменен өзара дипломатиялық қатынасқыларды беккемлеп алмағаны болды. Нәтижеде олар тәжірибелі, жасы өзлерінен бірнеше есе үлкен, әскери тарауды жақсы білетұғын, күшлі інтизамға ие болған әскер басшыға қарсы тұра алмай қалды. Өйткені бұл уақытта Шайбани хан 50-ден асқан еді. Шайбани ханның Хорасанға жүріс алдынан бұл жерде де тап сондай жағдайдың жүзеге келуі. Яғни 1506 жылда Сұлтан Хусейн мырзаның қайтыс болуы өзбеклер имканиятының
артуына себеп болды. Солай етіп Тимурилер мамлекеті сияси, социалық-экономикалық тұрмысында жүзеге келген тәртіпсізлік, өзара келіспеушілік, мамлекеттің түрлі аймақлық бірліктері арасындағы этно-мәдени һәм экономикалық байланыстардың үзілісі. Оның Мұхаммед Шайбани хан басшылығындағы Дешті Қыпшақлық қауымдердің әскери күшлері тарапынан басып алынуына алып келді. Нәтижеде Тимурилер династиясы орнында жүдә үлкен аймақты өз ішіне алған Шайбанилер басшылығындағы өзбек мемлекеті пайда болды. Достар, әзіз жазылушылар, бұл Шайбани ханға арналған бірінші видеомыз еді. Видеоның әлбетте екінші бөлімі де болады. Онда болса біз Шайбани ханның атрапындағы кейінгі уақиялар, Тимурилер, Шайбанилер һәм Сафавилер арасындағы өзара мөнәсәбәтләргә тоқталамыз. Сондай-ақ екінші видеода біз Мұхаммед Шайбани ханның өлімі туралы да пікір жүретеміз. Видео сізге ұнаған болса, Жайхун каналына ағза болуды ұмытпаң. Өз пікірлеріңізді комментарийда қалдырың һәм лайк басың. Ұмытпаң, тарихтың ахметлі бетлері елі алдында.